Сәлем қыздар, біз бүгін жұмыртқадан бешбармақ дайындауды үйренеміз. Ол үшін бірінші тестасын дайындап аламыз. Тестасына ұн, жұмыртқа, су және тұз керек. Қалауымызша аламыз. Әркім өзіне қаншалық мөлшерде керек мөлшерде алады заттарды. Міне осылай жұмыртқамызды, суымызды, тұзымызды салып, ұнмен қамыр илейміз. Қамырымызды қану үшін пищевой пленкаға орап, өстіп қойып Дайын болғаннан кейін қамырымызды алып оқтаулаймыз. Қамырымыз осындай жұқалықта болу керек. Оны қайтадан оқтауға орап аламыз да ұзынынан кесеміз. Жанына төртбұрыштап кесеміз. Қамырымыз әдемі болып пісу үшін. Енді кастрөлге су құйып оған тұз салып қайнатамыз. Дайын суға қамырымызды салып, өстіп араластырып отырып, барлық қамыр салып болғаннан кастрөлдің қақпағын жауып қайнатамыз. Бір 5-10 минут. Сосын сковородкаға сарымсақ пен пиязды салып, тұздығымызды жасап аламыз. Пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Міне біздің бешбармағымыз дайын болды. Астына тестасын салып, үстіне жұмыртқамен әсемдеп, оның үстіне тұздығын құямыз. Теста тұздықпен өте дәмді шығады.